Құрметті аға тәте, менің бүгінгі мерейтойы отбасы күні деп құтты болсын. Сол кішкене мәлімет айтсаңыз, өз туралы аға, тәтесі аға бұрын директор школы болды, тәте мұғалім болды. Кішкене әңгіме айтыңыз. Енді біз 69 жылы Целиноград педучилищесін екеумізді бітіріп келдік. Жолдасымыз семья құрдық, жанұя құрдық. 69 жыл 7 август күні. Содан бері біргеміз. Бұл кісі екеуміз де Қарағандының мемлекеттік университетін сырттай бітірдік. Мен өзім тарих факультетін, ол Нұржамал Таупенұлы қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірді. Қазақ тілі мен әдебиетінен осы пенсияға зейнеткерлікке шыққанша еңбек етті. Қазақстанның халық ағартушысының үздігі. Мен болсам мектепте завуч болдым. 10 жылдан артық. 10 жылдай мектептің директоры болдым. Содан зейнеткерлікке шықтық. 4 баламыз бар. Барлығы да орналасқан. Қызымыз Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болып істейді. Бір ұлымыз милицияда істеп зейнеткерлікке шықты. Бір ұлымыз КНБ-нің подполковнигі. Енді қолымыздағы баламыз ауыл шаруашылығының крестьянский хозяйствоның жетекшісі болып істейді. Немерелеріміз бар. Немерелердің алды заң университетін бітіріп, Степногорскіде жұмыс істеп жатыр, бір ол дос болып. Екінші Еркежан Алматының Әл-Фараби атындағы университетін бітіріп, ол да жұмыс істеп жатыр Астанада. Қалған немерелердің үшеуі оқуда. Екеуі мектепте оқиды, екеуі садикте. Осылай өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Мен осы елде 69 жыл келін болып түстім. Одан бері менің өмірім осында өтіп жатыр. Балаларды өсірдік, оқыттық, ер жеткіздік. Немерелеріміз оқып жатыр арты. Бәрі енді бақытты семья деп ойлаймын. Әрқайсысы өзінің орнын тапты өмірден. Жаңа қанат өтті ғой, қызымыз сол қанатындағы университетте жұмыс істейді, қызмет атқарады. Филологический наук. Білімін осы қоғам мектебінен алған алғашқы саты, фундамент осы мектепте қаланған. Балалардың барлығы осы қоғам мектебінен оқып шықты, жаман емес, абыройды, жұмыстарында беделді, жұмыс істеп жатыр. Енді ақан екеуміз шаңырақ қоғамымызға 52 жыл болып 53 жылға кеттік, содан бері бірге келіп жатырмыз. Ағайын туыстар осы елдің ішіндегі оқушыларымыздың арасында, ағайын туыстардың арасында Құдайға шүкір абыройлымыз. Үлкендеріміз өтіп кетті бұл дүниеден. Қалған енді үлкені осы дәулеттің үлкені қан болып қалды. Қалған енді ғұмырымыз алға деп, қалған ғұмырымыз. Біздің бақытымыз, біздің жақсылығымыз осы балаларға, елімізге дарса, кейінгі жастарға дарса, біздің көрген жақсылығымызды сол жастар көрсін, балапандарымыз көрсін, көрген андай бір жағдайларымызды балалар көрмей қойсын, бастарына бақ, дәулет, келіп сұхбат жүргізгендеріңіз өздеріңізге көптен рахмет. Өздеріңіз отбасыларыңызға осындай жақсылық болсын. Сендер де біз сияқты ақсақалдағы тағы жауапты әже болуға жазсын.
Баламыз аман, бауырымыз бүтін болып, жылда осы мерекені қарсы ала берейік. Рахмет. Жақсы сіздерге көптен рахмет.